Сәлем құрметті оқырман. Бүгін үй жағдайында KFC дайындап көреміз. Олай болса кеттік. Ең бірінші біз осындай тауықтың аяқтарын жуып аламыз, тазалап, одан кейін ортасынан осылай бөліп, артық жерін алып тастайтын боламыз. Алып тастағаннан кейін өстіп тауықтарды әкеліп, әрқайсысын жақсылап тұрып, шанышқымен тесетін боламыз. Түгел тесіп шығасыздар, әрқайсысына 1-2-3-тен осылай тесіп шығасыздар, себебі ол тауықтың арасына ауа кіріп, тезірек пісуі қажет. Енді соя соусын құямыз. Өзіңізге қалаған тауыққа арналған приправа, әртүрлі өзіңіз қалаған приправаларды қоссаңыздар болады, дәміне қарай. Каналыма тіркеліп, лайк басып кетулеріңізді сұраймын. Рахмет. Тұз қосамыз. Және майонез саламыз, жұмсару үшін. Егер қаласаңыздар, помидор салсаңыздар болады, қызанақ салсаңыздар тез жұмсарады. Қызанақ пен соя соусымен егер тез керек болатын болса, солай жасасаңыздар болады. Мен дәміне қарай қара бұрыш қостым, себебі балалар қызыл бұрышпенен ашты болса жемеді. Енді жарты сағаттан кейін бірінші біз тауығымызды ұнға аунатамыз, одан суға салып, қайтадан ұнға аунатып қуыратын боламыз. Мінекей осылайша табамызға майымызды қыздырып, жаңаға аунатқан тауықтарымызды салып аламыз. Яғни бірінші ұнға аунатамыз, одан кейін суға саламыз да қайтадан ұнға аунататын боламыз. Тауықтар енді дәмі тіл үйіретін болады. Балалар да, үлкендер де менде 5-ақ минуттың ішінде жеп қойды. Сондықтан да міндетті түрде дайындап көріңіздер. Егер де іші піспей қалады деген өздеріңізде бір сенімсіздік болатын болса, өстіп қызартып, әбден жақсылап қуырып алғаннан кейін бір 10 минутқа, 5 минутқа духовкаға 220 градусқа салып алсаңыздар болады. Одан ешқандай дәмі де басқасы да өзгермейді. Мінекей, дәмі тіл үйіреді, өте керемет дәмді. Жасап көріңіздер. Рахмет.